Профессор Есенғос Мәмбеталин Ақтөбедегі медицина университетін тәмамдаған алғашқы түлектердің бірі. 1963 жылы қолына диплом алған ол еңбек жолын Шалқар ауданында бастап, талай науқасқа ота жасады. Қолы шипалы дәрігер кейін Мәскеуде біліктілігін арттырған соң, жоғарғы білім алған оқу ордасына қайта оралып, ғылыми жұмыстармен айналысты, шәкірт тәрбиеледі. Құрметті зейнет жасына дейін 20 жыл Алматыдағы урология институтында еңбек еткен. Қазіргі уақытқа дейін осы Ақтөбе медицина институтының түлектері алда келатырмыз, шынды айтқанда. Осы қай жерде мен қазір Алматыда тұрам, қай жерде кездескенде де Ақтөбе медицина институтының түлектері алда келатады. Жаңа оқу жөнінде, біліктілігі жөнінен. 60 жылдық тарихында іргелі оқу орнын 25 мың түлек бітірген. Барлығы да медицина саласында еңбек етіп, ұлт денсаулығын жақсартуға қомақты үлес қосты. Тек Ақтөбе өңірінде ғана емес, еліміздің көптеген аймақтарында қызмет етті. Университетті соңғы жылдар тамамдаған шәкірттер Қызылорда, Батыс Қазақстан облыстарына да жіберілуде. Алыс ауылдардағы медициналық пункттерде де ақтөбелік мамандар бар. Бүгінде жоғары оқу орны өзіндік зертхана, емхана, ауруханамен қамтылған еліміздегі бірегей білім ұяларының біріне айналды. Осы университеттің базасында Қазақстанда бірінші рет біз медициналық кластер құрдық. Ондағы біздің енді мақсатымыз ең бірінші сол өзіміздің мамандарды, өзіміздің мынау медициналық мекемелерді пайдаланып, ең бірінші осы өзіміздің, одан кейін батыс өңірінің, одан кейін мынау көрші мемлекеттің азаматтарына қызмет көрсету. Медицина университетінің маңызды орнын еліміздің денсаулық сақтау министрі Ержан Біртановты атап өтті. Оның айтуынша саладағы мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыруда да оқу орны үлкен маңызға ие. Университет түлектерінің арасында Қазақстан Республикасының мемлекет сыйлықтың лауреаттары, ұлттық ғылыми академиясы мен медициналық ғылыми академиясының 20-дан астам академигі және корреспондент үледі. 300-ден астам медицина ғылыми докторлар, профессорлар, 1000-нан аса ғылым кандидаттар және доценттер бар. Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция барысында университет ректоры білім ұясының дамуына үлес қосқан бірқатар азаматтарды құрмет медалімен марапаттады. Оның арасында облыс әкімі мен академик Төрегелді Шарманов, Жақсылық Досқалиев, Бақыт Оспанова да бар. Өз кезегінде өңір басшысы Бердібек Сапарбаев бірнеше ғалымдар мен дәрігерлерді облыс әкімінің алғыс хаты және төсбелгімен марапаттады. Ал 2 күнге созылатын конференция барысында Израиль, Қырғызстан, Ресей, Литвадан келген хирургтардан қатысуымен 50-ден аса шеберлік кластары өтіп, саладағы өзекті мәселелер жөнінде жүздеген баяндамалар оқылатын болады. Ануарбек Мырзатайұлы, Мержан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.